Қазақстандағы мерзімді баспасөз қызметі және халық әдебиеті. 20 ғасырдың басында Қазақстан Ресей империясының құрамында болды. Қоғамда әлеуметтік және саяси өзгерістер басталып, ұлттық сана ояна бастады. Халық дәстүрлі өмір салтына, жаңа заман талаптарына бейімделуге ұмтылды. Айқап журналы мен Қазақ газеті халыққа білім мен мәдениет жайлы ақпарат таратып, ағартушылық насихаттады. Газет-журналдар арқылы қоғамдағы жаңарту үдерісі кеңінен насихатталды. Жаңа әдеби шығармалар, өлеңдер мен мақаламалар ұлттық сананы көтеруге ықпал етті. Қазақ зиялыларының еңбектері әдебиетті дамыту арқылы халыққа білім мен мәдениетті жеткізе бастады. 20 ғасырдың басында қазақ қоғамында алғашқы мерзімді басылымдар пайда болды. Айқап, Қазақ, Сарыарқа. Бұл басылымдар қоғамдағы жаңа білім мен мәдениетін жеткізуге маңызды рөл атқарды. Газет-журналдардың негізгі мақсаты халықты ағарту, ұлттық сана сезімді ояту және әлеуметтік мәселелерді көтеру болды. Олар жаңа мектептер, әдебиет, ғылым саласына насихаттады. Бұл басылымдардың таралымы аз болса да, оқырмандарды кеңінен зиялы мен оқыған халық болды. Олар арқылы ағартушылық идеялар кеңінен тарала бастаған болатын. Баспасөз арқылы халыққа білім беру. Халық білім мен мәдениетті жеткізуде газет-журналдардың рөлі зор болды. Олар оқушылар мен зиялыларға ағартушылық идеяларын жеткізді. Жайытты мектептер жаңа оқу әдісін оқыту арқылы білім беру жүйесін жаңартты. Заманауи пәндердің енгізілу халықтың жалпы мәдени деңгейін көтеруге мүмкіндік берді. Баспасөз арқылы ағартушылық қоғамдық пікірлер қалыптастырып, халықтың ой-санасын оятуға, әлеуметтік мәселелерді талқылауға ықпал етті. 19-20 ғасырдың басында қазақ әдебиеті жаңа деңгейге қадам басты. Ол кезеңде әдебиет қоғам өмірін бейнелеу, тәрбие беру және ұлттық сана сезімді ояту мақсатында дамыды. Өлең, проза, публицистикалық арқылы халықтың әлеуметтік мәдени мәселелері көтерілді. Шоқан Уәлиханов қазақ қоғамының тарихын, ғылыми мәдениетін зерттеп, әдебиетке ғылыми ой қосқанда Абай Құнанбайұлы өлеңдері мен қара сөздеріне ұлттық сана, адамгершілік, білім және тәрбие мәселелерін насихаттады. Мұстафа Шоқай да әдебиет арқылы қазақ мәдениеті мен ұлттық идеяны дәріптеді. Олар шығармаларда халықтың ағартуға маңызды рөл атқарды. Аңыздар, батырлық жырлар, эпостар шығармалары халықты тарихи мен дәстүрлерін сақтауда негізгі құрал болды. Олар ұрпаққа батылдық, адалдық, елжандылық сияқты қасиеттерді үйретіп, ұлттық рухты көтерген болатын. 20 ғасырдың басында қазақ баспасөзі әдеби шығармаларды кеңінен тарату маңызды рөл алды. Айқап, Қазақ, Сарыарқа сияқты газет-журналдар арқылы өлеңдер, әңгімелер, публицистикалық мақалалар халыққа жетті. Абай Құнанбайұлы, Міржақып Дулатұлы, Мұстафа Шоқай сынды ақын-жазушылар ой шығармаларына газет-журналдарды жариялап, халыққа ой салып білімге баулыды. Бұл шығармалар қоғамдағы жаңару мен ағартушылыққа ықпал етті. Мерзімді баспасөз арқылы жастарға ұлттық мәдениет, әдебиет, адамгершілік және білімге қызығушылық тәрбиеледі. Газет-журналдар ағартушылықтың басты құралына айналып, жаңа буынның ой санасын қалыптастыра бастады. Алаш қозғалысы қазақ қоғамында ұлттық сана мен тәуелсіздік идеяларын насихаттауға маңызды рөл атқарды. Алаш газеті мен басқа да мерзімді басылымдар арқылы партияның көзқарасы, саяси бағдарлама және ағартушылық мақсаттары халыққа жетті. Газеттер мен журналдар арқылы қазақ зиялылары халыққа ұлттық тәуелсіздік, өз тілі мен мәдениетін сақтау қажеттілігін жеткізді. Бұл баспасөз арқылы саяси ойларды тарату халық арасындағы өзекті мәселе болды. Алаш қайраткерлері Ахмет Байтұрсын, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы өз мақалаларын және шығармаларын арқылы жастарға білім, мәдениет, ағартушылық идеяларын жеткізді. Бұл шығармалар қоғамдағы жаңару үдерісін жеңілдетті және ұлттық сана сезімнің оянуына ықпал еткен болатын. Қорытынды. 20 ғасырдың басы қазақ қоғамы үшін оқу-ағартудың маңызды жаңғыру кезеңі болды. Бұл уақытта дәстүрлі білім беру жүйесі сақталып отырса да, жаңа әдістер мен мектептердің пайда болуы білім сапасын іргелі де өзгертті. Мешіттер мен медреселер әлі де халықты оқытуда маңызды рөл атқарғанымен, орыс қазақ мектептері мен жәдиттік мектептер ашылуы білім беру жүйесін заманауи деңгейге көтерді. Қазақ зиялылары Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, алаш қайраткерлері халықты ағарту, мектеп ашу, оқулықтарды жазу және ұлттық сананы көтеру ісіне үлкен үлес қосты. Олар арқылы қазақ қоғамы білім мен ғылымға, мәдениетке бет бұрып, өз тілін, дәстүрін сақтай отырып, жаңа заманға бейімделді. Сонымен қатар қазақ баспасөзі Айқап, Қазақ, Сарыарқа арқылы ағартушылық идеялар кеңінен тарады. Газет-журналдар халықтың ой санасын оятып, қоғамдағы пікір қалыптастырып, әлеуметтік мәселелерді талқылауға ықпал етті. Бұл баспасөз жастарды мәдени, әдеби және ұлттық тәрбиемен қамтып, қоғамдағы жаңғыру үдерісін жеңілдете және оны одан ары тез жүруіне үлес қоса бастады.